Баршаңызға сәлем. Word бағдарламасын үйренудің 4-ші бөлімін жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта біз вставка вкладкасының ішіндегі инструменттер туралы айтатын боламыз. Бұл жерде инструменттер өте көп, және де сол инструменттердің өздерінің настройкалары бар. Олар туралы да айтып өтеміз. Сондықтан да бұл жерде айтылатын нәрсе көп. Барлығын менің істегенімді қайталап отырсаңыздар, өздеріңізге де түсінікті болады. Бірінші раздел бізде страницы разделы. Страница разделінің ішінде 3 инструмент бар. Бұл жерде бірінші титульная страница, пустая страница және разрыв страница деген үшеуі. Титульная страница дегеніміз, мысалы, бұл кез келген документтің бетіндегі обложка. Яғни осы титульная страницаның ішінде бізде готовый шаблондар бар. Яғни бізге дайындалып қойған. Осының ішінен өзімізге керекті стильді таңдап алсақ болады. Мысалы, мына жерде Ion деген осы теманы таңдасақ, бізге осылай документтің бетіне, бірінші параққа, титульный листке осындай стильный болып шығады. Енді бұл жерде біз жазылатын өзі орындар дайындап қойған, соны өзгертіп шықсақ болады. Мысалы, мынау жыл деген жерге 2020 жыл, яғни өзіңіздің мысалы реферат жазасыз ба, немесе диссертация жазасыз ба, сол сияқты, мысалы, названиясын жазсақ болады, одан кейін подзаголовок тағы да қосымша бір нәрсе жазсақ болады, одан кейін авторды жазамыз мына жерге, сосын астына название организации и адрес организации. Может, ол мектеп па, колледж, университет, немесе жаңағыдай фирма бір нәрсе болуы мүмкін, соның атын жазып, немесе адресін жазып қойсаңыздар болады. Немесе сол сияқты басқа да стильді таңдасақ болады. Мына жерде әртүрлі стильдер бар. Яғни соның жаңағыдай дайындалған орындарды толтырып шығамыз. Яғни титульный страница деген осы. Келесі бізде пустая страница. Пустая страница дегеніміз жай мынау парақтың астынан тағы да бізге жаңа парақ қосып береді. Мысалы, қазір бізде документте бір страница бар. Егер біз пустая страницаны басатын болсақ, бізге парақтың астынан тағы да бір жаңа парақ қосып береді. Мына жерде уже бізде документте 2 страница болды. Осы сияқты пустая страницаны баса берсек, новая страница қосылып кете береді бізге. Немесе кәдімгі өзіміз ручной қоссақ та болады. Ол мысалы Enter'ді басып тұра берсек, бізде парақтың соңына келеді, одан кейін келесі жаңағыдай парақ шығады. Бұл көп уақыт алуы мүмкін, мысалы басып тұру керек оны қосу үшін. Немесе жаңағыдай жылдам қосу керек болса, мысалы мына жерге бір любой жазу жазамыз да, енді осы тұрған жерден пустая страницаны бассақ, бізге сразу астынан жаңағыдай жаңа парақ ашып береді. Енді жаңағы бос парақтардың барлығын қайттан алып тастау үшін осы ақ парақты бір рет басамыз. Яғни біздің курсор пайда болғаннан кейін клавиатурадан Ctrl+A комбинациясын басамыз. Сосын Delete немесе Backspace кнопкасын бассаңыздар, жаңа парақтың барлығы өшіп кетеді. Мысалы, бізде жаңа 7 страница бар еді, қазір бір страница өзіміздің сол страница қалды. Или болмаса, мысалы, тағы бір пустой қосамыз. Немесе сізге, мысалы, документіңіздің арасында жаңағыдай бос парақ қалып кетсе, оны алып тастау үшін, мысалы, қазір мынау сол бірінші парақтың ең соңына астына барасыздар да, осы жерге курсорды қоямыз. Сосын клавиатурадан Delete деген кнопканы басамыз. Яғни жаңа парақ өшіп кетпегенше Delete'ні баса береміз. Сол кезде жаңа пустой документтер солай жоқ болып кетеді. Келесі бізде разрыв страницы. Разрыв страницы дегеніміз, яғни парақты екіге бөлу. Бірақ ол парақты екіге бөлгенде, ол парақ өзінің размерін сол стандартты түрде сақтайды. Оның ішіндегі текст екіге бөлінеді да, 2 A4 парақ размерде қалады. Мысалы, мына жерде, мына жерге стандарт жаз, мына жерге примерно осы сөз жазатын болсақ, осы 2 сөзді 2 страницаға бөлуге болады. Ол үшін бірінші сөздің ең соңына курсорды қоямыз. Сосын мына жерде разрыв страницы деген инструментті басамыз. Енді бізде жаңағы бірінші сөзіміз бірінші страницада қалды да, ал астындағы сөзіміз екінші страницаның басына кетті. Яғни жаңағы 2 сөзді 2 страницаға бөлдік. Разрыв страница дегеніміз осы. Осымен бізде страница бөліміндегі 3 инструмент туралы айтып өттік.
Келесі бізде таблица бөлімі. Таблица бөлімі Word'та ең көп қолданылатын және ең көп сұраныста жүретін бөлім осы. Көп адамдар әсіресе осы таблица туралы жаңағыдай сабақтарды YouTube'тан іздейді. Таблицаны қалай жасау керек, немесе қандай настройкаларды қолдану керек деген сияқты. Яғни өте көп сұрақтар осы таблицаға байланысты қойылады. Қазір біз осы таблица туралы көптеген мәліметтерді айтамыз. Сол үшін ендеше кірісеміз. Так, енді бірінші таблица создать ету үшін бізде осы вставка вкладкасында таблицаны басамыз. Сосын бізде осындай кішкентай терезе шығады. Бұл жерде таблица жасаудың бірнеше түрі бар, яғни бірнеше способ бар. Біріншісі мынандай сізде клетка шығады. Бұл клеткадан өзіңізге керек таблицаны таңдап алуға болады. Мысалы, осылай наводка жасап, мышканы осы координаталарға апарсаңыз, мысалы, бізде мына жерде көрсетіп тұр таблица қалай қойылатыны. Мысалы, мына төбесінде 4-ге 5, немесе 6-ға 5, немесе мына жерде 2-ге 2 деген сияқты размер көрсетіп тұр. Осы жерден кез келген размерді бассақ, бізде осындай таблица пайда болады. Таблицаны қоюдың екінші способы, ол осының астында вставить таблицу дегенді басамыз. Бұл жерде біз таблицаның көлемін сан арқылы берсек болады. Мысалы, число столбцов және число строк. Столбец дегендеріміз тігінен неше жаңағыдай столбец болу керек, строка бұл енінен нешеу болу керек. Мысалы, бізге тігінен 3 болу керек, 3 дейміз, ал бұлай ені бойынша примерно бізге 8 болсын делік. Бізде 3 столбец, 8 строка болады. Енді окейді басамыз. Яғни 3 столбец бізде одан кейін бұлайынан 8 строка. Яғни осылай да қойсақ болады. Және тағы да бір способ, ол бізде мына жерде нарисовать таблицу. Нарисовать таблицуды бассаңыз, сіз таблицаны өзіңіз сызсаңыз болады. Мысалы, бірінші 4 бұрышты алып таблицаны сызып аламыз. Яғни бізде осындай квадрат пайда болады. Және таблицаның ішінен, мысалы, осы жоғары линияға қаламды жақындатып, мышканы басып тұрып, төмен тартсақ, мына қазір бізде бір тік линия пайда болды. Енді мышканы жібереміз. Сол сызған линиямыз бөліктеніп, яғни таблицаның ішін бөледі. Мына жерге кез келген жерге тағы да істесек болады. Мына осылай бізде тағы осы жерден бөлінеді. Бұлай сырттан бөлуге болмайды. Егерде сіздің линияңыз бұлай қызыл болып тұрса, бұл таблицаны бөлмейді. Ол әшейін жаңағыдай размерді белгілеу үшін, яғни бұлай сізде осылай болып қалса, неге таблица сызылмай жатыр дегіңіз мүмкін. Ол үшін таблицаның ішінен сол линияға жақындатып, мышканы басып тұрып тарту керек. Сол кезде осындай сізде сұр линия шығу керек. Ол значит таблица бөлінеді деген сөз. Осылай таблицаны кез келген жерінен бөле берсек болады. Бізге керекті размерлерді, жаңағыдай ячейкаларды осылай сызып, әртүрлі көлемдегі таблицаны осылай сызуға болады. Және келесі способ, ол бізде таблица Excel, яғни Excelдегі таблицаны әкеліп біздің документтің ішіне орнату. Ол қазір сіздерге түсініксіз болуы мүмкін. Ол үшін сіздер бірінші Excel бағдарламасын білу керек, бірақ сонда да жаңағы осының ішінде бар екенін айтып өтіп отырмын. Таблица Excel. Ол Excel дегеніміз сондай көп есептеулермен жұмыс жасайтын, жаңағыдай бухгалтерлік немесе басқа да учеттарды жүргізетін программа. Яғни соның ішіндегі жаңағыдай таблицаларды өстіп әкеп осы документтің ішіне орналастыруға болады. Және де ең соңғы таблица, ол бізде экспресс таблица. Экспресс таблицаның ішінде дайын шаблондар бар, готовый бізге стильдерін бәрін дайындап қойған. Бұның ішінде двойная таблица, немесе календарь, сол сияқты көптеген стильдер бар. Мысалы, осының арасынан таңдап алсаңыздар болады. Мына жерде алфавит және оның қалай жазылатыны, қалай аталатындары сияқты жазылған. Яғни осындай дайын стильдер бар. Осыны алып, экспресс таблицаның ішінен алып, документке қосып қоюға болады. Так, енді өзімізге керекті таблицаны создать етіп алып, сол таблицаның настройкаларымен, яғни баптауларымен жұмыс істейміз. Ол үшін вставка вкладкасына кіріп, таблицаны басамыз. Енді қазір маған таблица 5-ке 8-дік таблица керек. Яғни бізде осындай таблица создать етілді.
Енді таблицаның настройкасына кіру үшін, мысалы қазір бізде курсор таблицаның астында тұр, сол үшін бізде мына жерде дополнительный вкладкалар жоқ. Ол үшін таблицаның үстінен бір рет басамыз. Сол кезде бізде жоғарыдан екі вкладка шығады: конструктор және макет деген. Бұл жерде работа с таблицами. Бұл таблицаның екі настройкасы. Бұл тек қана таблицаны басқан кезде ғана шығады. Және бұл жерде сол жақта параметры стилей таблиц деген жерде осындай галочкалар қойылатын пункттер бар. Пока біз мынау галочкаларды алып тастаймыз, бұлар керек емес. Бізде қазір мына жерде стандартный таблица бар, яғни тек қана қап-қара линия. Және осы жерде таблицаны таңдап, мына жерде стиль таблицы деген бар. Осы жерден таблицамызға стиль таңдасақ болады. Мына жерде астына қараған дополнительный параметр деген пунктті бассақ, бізде көп деген осындай стильдер ашылады. Мына жерден біз примерно так осы таблицаны таңдап көрейік. Енді біздің таблицамызда мына жерде строка заголовка деген осындай пункт бар. Оған птичка қоятын болсақ, біздің таблицамыздың үстінен осындай ерекше бөлім пайда болады. Мысалы, мына жерге бүйтіп жазсақ болады. Бұл жерге күннің, апта күндерінің аттарын жазсақ болады. Дүйсенбі. Яғни осылай 3 күннің аптаның күндерінің атын жазып алдық. Яғни үшеуін осылай ерекшелеп аламыз да, мышканың оң жағын басып, мына жерден по центру деген пунктті таңдаймыз. Бізде осы аптаның аттары осылай ортаға түседі. Яғни күндерді ерекшелеп тұрады. Бұл строка заголовка деген бізде осындай нені шығарып береді. Енді оның астында строка итогов деген бар. Оны бассақ, бізде яғни осы күндердің, яғни қорытындысын жазатын тағы да ерекше осындай ерекше түске боялады. Одан кейін бізде тағы да оның астында чередующиеся строки деген бар. Оны бассақ, мына жерде біздің строкаларымыз екі түрлі, әртүрлі түспен болып тұрады. Яғни ауысып тұр түстері, что бізге көрінісі анық болу үшін. Енді мынау бізде мынау номер болады, оны сәл солға қарай салыстырамыз. Так, бірінші, екінші, үшінші, 4, 5, 6. Яғни бізде мына жерде 6 строка бар. Солға қарай тағы да жылжытсақ болады екен. Енді мына жерде тағы да первый столбец деген пункт бар. Первый столбецке птичка қоятын болсақ, біздің жаңа сандарымыз тағы да осылай боялады, ерекшеленіп. Мына жерде біз аптаның күндерін размерлерін бір-біріне теңестірейік. Одан кейін мынау үшінші пунктті сәл оңға қарай жылжытамыз да осы жетіп қалады. Одан кейін мына жерде последний столбец деген пункт бар. Бұл жерге птичка қоятын болсақ, уже бізде осылай ең соңғы столбеціміз осындай ерекше түске ие болады. Так, енді бұл жердегі біздің мақсатымыз, мысалы, не жазсақ болады. Примерно, мысалы, ақшаның, мысалы, доходты жазсақ болады. Мысалы, бірінші, любой банктық счетқа понедельник күні 2000 теңге түскен, одан кейін келесі 1,5 теңге түскен, одан кейін 5000, одан кейін 1000 деп жазсақ болады. Одан кейін келесі сейсенбі күнгі неге өтсек, бұл жерде мысалы 100 теңге деп жазамыз, мына жерге 200 теңге деп жазайық. Одан кейін сәрсенбі күнге 0 деп жазылайық. Бұл біз примерно жазып жатырық бұл сандарды. Енді бұл дегеніміз, мысалы дүйсенбі күні осындай 4 операция орындалған, 4 рет ақша түскен. Және осының қорытындысы, ең астында қорытындысы жазылады. Мына жерде 2000-ға қосамыз, так 3500 болады, 8500, яғни общий суммасы 9500 болады дүйсенбі күнгі. Сейсенбі күннің қорытындысы бізде 300 теңге болады, яғни 100 теңге мен 200 теңгенің қосындысы. Одан кейін сәрсенбі күні бізде 0, ешқандай жаңағыдай счетқа ақша түспеген, значит бұл жерге 0 деп қоямыз.
Енді мына жерде бірінші операциялардың қорытындысын шығарсақ болады. Яғни мына жерде бірінші операция бізде 3 күннің бірінші операциясының қосындысы 2000, мына жерде 100, 0. Значит, бізде бұл жерде 2100 болады. Одан кейін 1500, қосамыз 200, 1700 болады. Мына жерде 5000, сейсенбі және сәрсенбі күндері ешқандай операция болмаған, тек қана дүйсенбі күні 5000 теңге болған, соны жазып қоямыз. Одан кейін 4-ші пунктте бізде тек қана 1000 теңге тұр, басқа күндерде жоқ. Значит, мына жерге 1000 теңгені жазамыз. Одан кейін оның астыңғы күндері ешқандай операция жоқ. Яғни біз таблицаны осылай әрлесек болады. Одан кейін чередующийся столбцы. Мына жерде чередующийся строки дегеніміз бізде мысалы біреуі жаңағыдай қою түс болады, біреуі ашық түс. Қою түс қайтадан ашық түс болып осылай кетеді. Ал чередующийся столбцы дегеніміз бұл жерде мына жерде қою түс, ашық түс, қою түс деп осылай бұл столбец бойынша кетеді. Яғни сол стильдерді бояу үшін керек. Бұл пока пункт бізге керек емес, бұны алып тастаймыз. Осы сияқты көптеген таблицаны осылай әрлей беруге болады. Немесе мына жерден тағы да басқа да стильдерді таңдауға болады. Мына жерде көптеген стильдер бар. Өзімізге ұнаған стильді осылай осы жерден таңдай берсек болады. Кез келген түсті өзіміз бәрін өзгерте берсек болады. Енді мына жерде заливка деген пункт бар. Кез келген ячейканы таңдап, мысалы мынау ең соңғы тұрған ячейканы таңдап, заливка деген пунктті басамыз. Осы жерде мына жерден кез келген түсті таңдап алсақ болады. Мысалы қара түсті таңдасақ, сонда біз тек қана таңдаған ячейкамыздың ғана түсі өзгереді. Мысалы енді бұл жерге біздің общий суммамызды осы жерге жазсақ болады. Мысалы 2100-ге қосамыз 1700-ді болады бізде 3800. 5000-ді қосамыз 8800, 1000-ді қосамыз 9800 болады. 9800. Оны мынау астыңғы линиямен де өлшесек болады. 9500-ге 300-ді қоссақ бізде болады 9800. Яғни общий итоговый ценаны осылай шығарып қойсақ болады. Және де кез келген таблицаны таңдап түсін өзгерте берсеңіздер болады. Яғни ячейканы. Ячейка дегеніміз, яғни осы бір төртбұрыштың іші. Мысалы, мына жердегі бұрыштағы ячейканың түсін басқа түстерге өзгерте берсек болады. Мысалы, мына жерде бізде ешқандай жазылар жазылып тұрған жоқ. И мына жерде де, чтобы цветтері әртүрлі болып тұру үшін бұл жерді таңдап, яғни сол стильдерді өзіміз өзгерте берсек болады. Мысалы, через шахматный режимдегі сияқты түстерді жаңағы қою, ашық түс сияқты осылай істеп қойсақ болады. Яғни кез келген ячейканы таңдап, немесе бір емес, бірнеше ячейканы да таңдасақ болады. Мысалы, мынау астында тұрған екі ячейканың түсін таңдап, ячейканы выделить етіп, мына жерден заливкаде қызылды таңдасақ болады. Яғни бұл кезде бізге ешқандай ақша түспеген деген сөз. Мысалы, заливка мына жерде қызылды басамыз, яғни қызыл түске боялады. Мына жерде тағы басамыз қызыл. Бұл дегеніміз бізде примерно қызыл жердегілер, бұл жерде бізде ешқандай жаңағыдай операция орындалмағаны, бізге счетқа ешқандай ақша түспеген. Яғни осылай таблицаны өстіп сәндеп қоюға болады. Келесі бізде стиль оформления границ. Яғни границаны немесе осы таблицаның сызықтарының стилін өзгертеміз. Ол үшін мына жерде екі осындай сызық тұрады. Үстіндегі сызықты басамыз. Осы жерден бізге көп неше түрлі фигуралар пайда болады. Осы жерден примерно осы сызықты таңдап көрейік. Мынау астындағысы бұл сол біздің линияның размері. Бұл жерде пока 3 деп тұр. Осы 3-ші размерде тұра берсін. Ең средний размер осы. Және сол біз таңдағаннан кейін бізде осындай щетка сияқты, жаңағыдай бояудың қаламы сияқты қылқалам пайда болады. Осы арқылы біздің таблицамыздың ең үстіндегі линияны, яғни сол жақ бұрышқа жақындатып тұрып, мышканы басып, оңға қарай тартатын болсақ, міне бізде осындай таблицаның үстінде осындай қою сұр линия пайда болды. Осындай линия пайда болған кезде мышканы жібереміз. Сосын бізде таблицаның үсті ғана осылай сызылады.
и және оң жағын осылай жоғарыдан төмен қарай басып тұрып төмен түсірсек осындай сұр линия пайда болады. Сосын жібереміз. Және астында осылай істеуге болады. Сол жақтан оңға қарай осылай тартатын болсақ, осы тек қана сұр линия шығып тұрған кезде мышканы жібереміз. Сөйтіп бізде таблицамыз жаңағыдай неге боялады. Және сол жақта да солай істесек болады. Астына түсіреміз, мышканы жібереміз, сосын бізде осылай боялды. Яғни біздің таблицамыздың осындай шеті осылай ерекшеленіп қалыңдатылды. Бірақ қазір бізде мынау қара түс біздің таблицаның стилін бұзып тұр. Яғни бұл түс бұған сәйкес келмейді. Сол үшін біз қазір мынау қылқаламды алып тастау керек. Ол үшін раска границ дегеннің үстінен бір рет басамыз. Сөйтіп бізде қылқалам алынады. Так, жаңағы болған действиелердің бәрін артқа қайтарамыз. Енді бізде жаңағы таблицаны басамыз. Конструктор, яғни оның ішіндегі линия. Сөйтіп осының астында цвет пера деген пункт бар, соны басамыз. Осы жерде біздің боялатын линиямызды жасыл түске өзгертеміз. Енді жаңағыдай осы өзіміздің таблицаны бояп шығамыз. Жоғарыдан және оң жағын, және сол жағын, сосын астын. Так, аста қазір болмады, өйткені мен сәл төменірек алып жіберіппін. Пока осында қызыл түс кезінде жібере саламыз. Осы линияға жақындатып тұрып, енді осындай менде сұр түс пайда болды, енді жіберуге болады. Яғни осылай бізде таблицаның сыртынан қалың линия пайда болды. Так, осылай жаңағыдай қалыңдатып сызсақ болады, немесе полный таблицаны біз выделить етіп аламыз. Выделить дегенде алдыңғы сабақтарды өттік. Мысалы, осы таблицаның сол жағынан мышканы басып тұрып төмен түсірсек, бізде полный таблица осылай ерекшеленеді. Енді біз әр шеттерін қолмен сызбай, мына жерден граница дегенді басып, внешний граница дегенді таңдасақ, ол біздің таблицамыздың шетіне автоматты түрде жаңағы біз таңдаған қалыңдық размерді береді. Енді тағы да жаңағы орталарын бөліп шықсақ болады. Енді раска граница дегенді аламыз да, осылай қылқалам шыққан кезде осы линияға жақындатып тұрып, мысалы столбецтерді сызып шықсақ болады. Мына жерін сызамыз, мысалы мынаны бөлеміз және мынаны бөлеміз. Осылай кез келген линияны осылай бөле берсек болады. Немесе жаңағыдай цвет перадан мына жерден ауыстырып басқа түске боясақ болады. Мысалы сары түсті таңдап алып осылай бояйтын болсақ, уже бізде линиямыз сары болады. Бірақ сары түс бұл біздің кестемізге үйлеспейді екен. Яғни осылай таблицаны осылай әрлей берсек болады. Неше түрлі нәрселерді жаңағыдай өзіміздің фантазиямыз жеткенше әртүрлі қылып өзгерте береміз. Қайтадан қылқаламды алып тастау үшін, мысалы қазір бізде қылқалам бар болса, бізде көп нәрселер мына жердегі пункттер істемей қалады. Сыр свет болып тұр. Сол үшін осы қылқаламды алып тастау керек. Раска границы қазір ерекшеленіп тұр. Үстінен бір рет басамыз, болды, алынды. Біздің мына жердегі пункттердің бәрі жұмыс істеді. Осымен біз конструкторды аяқтап біттік, ішіндегі барлықтарын айтып өттік. Енді біз осы таблицаның екінші настройкасына кіреміз. Ол бізде макет. Макетте де көптеген инструменттер бар. Мысалы, бұл жерде ең бірінші, таблица бөлімінің ішінде выделить деген стрелка бар. Мысалы, біз осы 2000 деген тұрған ячейканы осы жерге курсорды қоямыз. Выделить-та бастап, бұл яғни ерекшелеу. Біріншісі выделить ячейку. Сол біздің курсор тұрған ячейканы ғана осылай выделить етеді. Немесе выделить столбец, яғни біздің курсор тұрған бүкіл столбецті осылай ерекшелеп алады. Немесе выделить-ті басамыз. Үшіншісі выделить строку. Бұны бассақ, біз тұрған строка, яғни осы тіке линияның барлығын выделить етіп алады. Немесе төртіншісі выделить таблицу. Бұл барлық таблицаны осылай выделить етіп алады. Яғни осылай жаңағы жерден выделить етсек те болады, немесе таблицаның сыртынан сол жақтан бассаңыздар, мысалы кез келген строканың бойын бір рет бассақ, бізде сразу выделить етіледі.
немесе жоғарыдан төмен қарай мышканы басып тұрып осы жерден тартатын болсақ, бүкіл таблица осылай выделить етіледі. Немесе столбецтерді осылай жоғарыға шығарсаңыз, мышканы төменге қараған қара қалың стрелка шығады. Яғни бір рет бассақ, барлық столбецті выделить етіп алады. Немесе дүйсенбі күнгі таблицаны осылай ерекшелеп выделить етіп алуға болады. Кез келген таңдасақ, осылай бөлек-бөлек ерекшелеуге болады. Немесе жоғарыдан басып тұрып, барлығын выделить етіп алсақ болады. Яғни ерекшелеудің осылай көптеген түрі бар. Оның қайсысын таңдасаңыз да ол өз еркіңізде. Так, келесі бізде нарисовать таблицу. Мына жерде мен кейбір пункттерді пока айтпаймын. Бұл кейінгі сабақтарда айтылатын нәрсе. Пока бұлардың айтудың қажеті жоқ. Бірден көп информация сіздерге қиын болуы мүмкін. Сол үшін мына жерде ең керекті көп қолданылатын нәрселерді айтылады. Мысалы, қазір нарисовать таблицу. Ол біз жаңағы алдыңғы айтып өткендей, басынан өзіміз таблица создать етсек болады, немесе осы біз создать етіліп қойған жасалған таблицаның ішін осылай нарисовать таблица деп бөлуге болады. Мысалы, мынау сейсенбі күнгі мынау екінші пунктты осы ячейканы екіге бөлсек болады. Ол үшін осы ячейканың төбедегі линияға қаламды жақындатып тұрып, мышканы басып тұрып, төмен қарай түсіреміз. Сосын бізде осы сұр линия пайда болады. Сол кезде қаламды жібереміз, мышканы жібереміз. Сөйтіп біздің жаңағы ячейкамыз осылай екіге бөлінеді. Так, нарисовать таблицуден алып тастаймыз. Так, енді бізде осы сейсенбі күннің ячейкасы екіге бөлінді. Яғни мына жерге тағы да бір пункт жазып қойсақ болады. Яғни екі адамнан бізге счетқа ақша түскен, мысалы сол екінші пунктте. Осылай таблицаны бөле беруге болады. Кез келген жерден нарисовать таблицуды алып, біз таблицаны бөлсек болады. Одан кейін мына жерде астында ластик. Ластик дегеніміз ол өшіргіш. Сол бөлінген таблицаларды қайттан жаңағыдай бөлінген жерін алып тастауға болады. Жаңа біз бөлген пунктті апарып, осы жерден өшіргішті бір рет бассақ, так, мынаны басамыз. Сөйтіп жаңа біздің бөлген сызығымыз қайтадан өшіп кетеді. Мынаның астындағы 500-ді өшіріп тастаймыз, сосын қайттан осылай артқа қайтаруға болады. Ластикпен кез келген жерді, мысалы мынау астындағы линияда мына жерде бізде 3 столбец тұр. Оны мынау бөліп тұрған линиясын өшіріп тастасақ болады. Мысалы мынаны мышканы басып тұрып солға қарай тартамыз. Осылай бізде сұрмен выделить етіледі. Жібереміз. Болды. Мына жерде бөліп тұрған линия жоқ. Мысалы мына жерде басып тұрып оңға қарай тартсақ, мынау линия өшіп кетті. Так, өшіргіш пока енді керек емес, оны өшіре тұрамыз. Сөйтіп біздің астыңғы таблицамыз, ячейкамыз жаңа 3 ячейка еді, қазір барлығы бірігіп 1 ячейка болды. Бұл жерге примерно бір сөзді жазып қойсақ болады. Так, мынау қызыл түсте жақсы көрінбей қалады екен. Бұл ненің түсін аққа өзгертейік. Осылай эластикпен бөле беруге болады. Немесе мына жерде удалить деген бар. Удалить дегеніміз бұл жерде бір ячейканы, яғни алып тастауға болады. Мысалы, бізде мынау 5000 деген пунктты осы жерден өшіріп тастасақ болады. Удалитті басамыз, удалить ячейку. Со сдвигом влево, со сдвигом вверх деген бар. Мына жерде со сдвигом влево дегеніміз мынау өшетті, оның оң жағындағы отырған элементтер солға қарай жылжиды. Мысалы, қазір осыны басатын болсақ, яғни біздің неміз өшіп кетті да, біздің 5000-іміз жаңа оң жақта тұрған еді. Сөйтіп ол бізде солға қарай жылжып кетті. Яғни жаңағы со сдвигом влево деген сол. Немесе так, удалить ячейку, со сдвигом вверх деген бар. Енді біз қазір өшірсек, мынау астындағы 1000, 2000, 9500 дегендер мынау өшіп, орнына бәрі бір шаг жоғары көтеріледі. Басамыз, мына жаңа біздің данылардың бәрі жоғары қарай көтеріледі. Яғни осылай бізге керек емес көптеген пунктті алып тастасақ болады. Немесе мына жерде тұрған барлық таблицаны өшіріп тастасақ болады. Полный осылай выделить етеміз да, осы удалить пунктіне кіреміз. Удалить ячейки, мына біріншісінде тұра береді. Окейді бассақ, біздегі астындағы барлық таблица өшіп кетеді.
яғни осылай керек емес таблицаны немесе барлық таблицаны осылай өшіріп тастауға болады.